Анда-санда Құран бағыштап оқып тұратынымыз бар, балам. Үйде шетелдік немесе өзіміздің елдің әуендерін тыңдайсыздар ма? Иә, әрине тыңдаймыз ғой. Неге соның орнына жаңа ғана атап өткен сүрелердің аудио нұсқасын тыңдамайсыздар? Өзіңіз оқи алмасаңыз, осы сүрелерді күніне бір рет болсын дыбысын шығарып қойып қойсаңыз, сол күні үйіңізге жын мен шайтан жолай алмайды. Жарайды, сіздерді қинап сөзді көбейтпей-ақ қояйын. Әлгі немереңізді мына атаға алып барсаңыз, жынын шығарады. Имам өз міндетін атқарып кеткен соң үй іші тып-тыныш болып қалды. Аманкүл әжей дереу ұлына қоңырау шалып, Санжарды имам айтқан мекен-жайға алып баруын өтінді. Бірақ Нұржан оған келісе қойған жоқ. Балам, қырсықпасаңшы, жын-шайтан деген бар нәрсе. Имам айтқан кісіге алып барайық. Жоқ, баламды жынды еткеніңіз азда, енді тағы қинамақсыздар ма? Ауылға жібермейсің, тәрбиесі нашар деуші едіңдер. Ал енді соңы не болды? Санжардың ең мықты дәрігерлерге көрсетемін, ауылға қайта бармаймын. Ас үй жақтан Сәуленің шыңғырған даусын естіп, Нұржан тұтқаны қоя салды. Жүгіріп барса, Сәуле қып-қызыл оттың арасында тұр екен. Және де бір түсініксіз жағдай. От төменнен жоғары емес, жоғарыдан төмен қарап жалындап тұрды. Өзінің шамасы жетпеген соң өрт сөндіру қызметіне жүгінуге тура келді. Өрт сөндірушілер әрең дегенде сөндірді. Сәуленің денесі жартылай күйік шалып, ауруханаға жеткізді. Әйелі мен әбігерге түскен Нұржан баласын естен шығарып, жол бойы алаңдап үйіне асыға оралды. Үйге келсе баласы жоқ, төсегі жып-жылы енді ғана тұрып шыққаны белгілі. Бөлменің бәрін қарап таппаған соң сыртқа шықты. Үйдің артқы жағында арқанға өзін-өзі асып қойған баласын көріп, көзінен жасы сорғалап, жүгіріп барып құтқарып алды. Енді ғана асылған болу керек. Ешбір зақым келмепті. Дереу жедел жәрдем шақыртып, ұлын да ауруханаға жеткізді. Есін жиған соң одан мән жайды сұрады. Балам, неге олай істеп жүрсің? Саған не болды? Өзім де білмеймін, әке. Маған біреу келіп, Арланның бос жүргенін, көшедегі балаларға бас салып тістеп жатқанын айтты. Мен итті байлап жатырмын деп ойладым. Бірақ бір кезде дем жетпей өзім тұншыға бастадым. Санжар осылай деді де жылап жіберді. Әке, мені құтқарыңыз. Олар мені өлтіреді. Мен олардан қорқамын. Кім, балам? Олар кім? Ары қарай Санжар ештеңе айта алмады. Қос тізесін құшақтап жылап отыра берді. Дәрігерден ешбір пайда жоқ. Қаншама дәрігерге көрсетсе де бәрінің айтатыны баланың дені сау. Баласының қиналғаны жанына батқан соң, амалсыз анасының айтқанына көніп, имам берген мекен-жайға алып барды. Сақалына ақ түскен қарт ата екен. Ал кәне балам келе ғой, не бұйымтайың бар? Мына балама не болғанын біле алар емеспіз. Сізді көмектеседі деген соң келіп тұрмын. Өтініш, қолыңыздан келсе емдеп бересіз бе? Қанша перзентің бар? Жалғызым, барым да, нарым да осы балам. Байқуатты көрінеді екенсің. Шүкір, ұрпағыма жетерлік дүнием бар. Балаңды емдеймін, бірақ бір шартым бар. Балам үшін бәріне дайынмын. Айта беріңіз. Осы күнге дейін бар жиған тергеніңді маған бересің. Не айтып тұрсыз? Үйің, ақшаң, көлігің бәрін түгел бересіз. Сіздің деніңіз сау ма? Не айтып кеттіңіз? Балаңды толық емдеймін деймін. Егер де осы шартыма көнсең ғана, көнбесең балаңды олар өлтіріп тынады. Ал артында ұрпақ қалмаса байлығыңнан не пайда? Қалай келсесің бе? Жоқ, рахмет. Ер көзіңде, артыңда ізіңді жалғар ұрпақ қалмаса, мұншама дүниені жылдар бойы не үшін жинадың? Жарайды, бәрін берейін, тек ұлымды емдеп жазсаңыз болды. Рас айтасың ба? Бәрін бересің бе? Я дедім ғой, шын сөзің бе? Я, балам үшін бәрін беруге дайынмын. Балаң үшін бе? Я, емдейсіз бе жоқ па? Маған айғайлама, емдеймін, бірақ маған сенің үйің де, ақшаң да, машинаң да қажет емес. Осы күнге дейін бар жинағаныңды балаң үшін беруге дайын екенсің. Ендеше осы байлықты жинауға кеткен уақытыңның бір бөлігін балаң үшін қимадың. Бір мезгіл балаға уақыт арнап, оның тәрбиесіне мән беріп жүргеніне Аллаға деген сенім, махаббат оятсаң, балаң бұлай азапталмас еді. Өзің кінәлі бола тұра, маған келіп ашуланып тұрғаның не балам?
балаңның ішіне жын кіріп кеткен. Егерде әр қашанда Алланы аузынан тастамай жүрсе, оған жын түгілі ешбір бәле жоламас еді. Ал оның Алланы өзіне серік етуіне сен ықпал етпегенде кім айтуы керек, айтшы? Алланы насихаттап, парыздарын орындауға шақырып, баланың жүрегіне иман нұрына бөлеу ата-ананың басты парызы. Ұялмай балам үшін бәрін беремін дейді ғой тағы. Отыр балаңның жанына. Балаң қазір қатты қиналады. Бірақ сен соған төзуің керексің. Маған кедергі келтірме. Жарайды. Санжарды ұзына бойы жатқызып, ата аузын екі қолымен барынша ашып бірдеңелерді оқи бастады. Санжар қатты қиналып, денесі тырысып, жағы құрысып қатып қалды. Ішінен шыңғырған дауыс шығып, біреулер айқайлап жатты. Ата олармен тілдесе бастарды. Сендер кімсіңдер? Біз жынбыз. Нешеусіңдер? Екеуміз. Қашаннан бері мұндасыңдар? Ол қоя бейнесіндегі біздің баламызды сойып жегеннен бері. Оны не үшін қинап жүрсіңдер? Баламыз үшін кек алу керекпіз. Оны босатыңдар. Жоқ, біз адамдарға өздігімізден тиіспейміз, бірақ бізге зиянын тигізгендерді аямауға ант еткенбіз. Ата оқуды жалғастыра берді. Шыңғырған дауыс қаттырақ шыға бастады. Санжардың қиналғанына Нұржан төзе алмай барады. Атаның өзі де қиналып, дауысы бәсеңдеп, бүкіл денесі дірілдеп, маңдайынан тер бұрқырап барады. Бара-бара Санжардың ішінде шыңғырған дауыстар күшейіп баруда. Санжар болса, судан шыққан балық секілді тыпыршылап барады. Ұлының бұл азабына төзу әкесі үшін ауырға соқты. Расымен де жын шайтанның барына көзі жеткен соң үнсіз баласын бұл азаптан құтқару үшін төзді. Шыңғырған дауыстар бірте-бірте бәсеңдеп барып жоқ болды. Санжар аяқ қолы босаңсып есінен танып қалды. Ата да шаршап шалдығып маңдайынан терін сүртіп еденге құлай кетті. Құтылдық, балаң енді азат, еркіндікке шықты. Рас айтасыз ба? Я, бірақ енді абай бол. Көп рахмет сізге. Бірақ ол неге есінен танып қалды? Оған не болды? Жындармен күресу оңай дейсің бе? Аздан соң есін жинайды. Алаңдама. Үйге барған соң тұзды суға бүкіл денесін жуындырып тазала. Уақыт бөліп оған енді ешбір бәленің жоламауына әрекет ет. Көп рахмет сізге. Сізге өмірімнің соңына дейін қарыздармын, ата. Болды, жетер енді. Мен мақтау сөздерді ұнатпаймын. Кәне бар енді. Нұржан ұлын көтеріп көлігіне салып үйіне қарай жол тартты. Жолай бір кесіккен бірнеше Алланың үйіне, мешітке тоқтап садақа жәшігіне ақша тастап, ұлы үшін дұға жасады. Санжар құдды бір жаман түстен оянғандай не болғанын өзі де түсіне алмай есеңгіреп жүрді. Әдетте түрлі сусабын мен ваннаны суға толтырып көп ішітіп шомылатын Нұржан бұл жолы тұзды суға толтырып баласын өз қолымен жуындырды. Өз қолымен ас әзірлеп ұлы екеуіне дастархан жайды. Санжар тамақты аузына алып бармақ болғанда Нұржан оны тоқтатып қалды. Балам, бұдан кейін тамақ түгілі бір жұтым су ішпесең де бисмиллах деп айтып, одан кейін ғана аузыңа сал. Әке, сізге не болған? Нұржан бар жағдайды ұлына баяндап берді. Санжар бұл оқиғаның бәрін өз басынан өткеніне сене алмады. Сәуле сауығып өз үйіне оралды. Бұл оқиғадан соң бұл отбасы мүшелері түгелдей өзгеріп басқа адамға айналды. Нұржан мен Санжар уақыттарын бірге өткізуді әдетке айналдырды. Мешітке барып, Құран аяттары мен сүрелерді оқып үйрене бастады. Шетелдік сөзін өзі де түсінбейтін әуендерді тыңдаудан бас тартып, оның орнына сүрелер тыңдап жүретін болды. Қайда жүрсе де аузына бисмиллах деген сөзді тастамауды әдетке айналдырды. Сәуленің де етек жеңі ұзарып, бетіндегі бояуы азайып, тырнақ өсіруді, қас жұлуды тоқтатты. Нұржан артық дүние жинамай, жетім жесір мұқтаж жандарға қол ұшын соза бастады. Ата-анасын жиі іздеп барып тұрады. Жандос пен Зәуре де иманға бет бұрып, үйі де жандары да тыныштық тапты. Алланы еске алсаңыз, сіздің бойыңызға ешбір бәле жоламайды. Сондықтан еш қорықпай бисмиллахир деп айтыңыз.
Алланы еске алу жүректі тірілтеді, Аллаға деген қорқынышты оятады, жанның саулығын және тәннің физикалық саулығын сақтайды. Адам тәні су мен тамақсыз қалай өлсе, Алланы лайықты түрде еске алмаудан жан да дәл солай өлім татады. Алайда осындай артықшылықтарды біле тұра, ұмытшақтықтан, уақыттың тапшылығынан, немесе жалқаулықтан таңғы және кешкі зікірлерді ұмыт қалдырып, салғырттық танытып жатамыз. Шын мәнінде бұл зікірлер адамдарды жамандықтан сақтайды. Алла тағала бәрімізді түрлі бәле жаладан аман сақтасын. Сау болайық. Достар, сіздермен бірге болған Арайлым Ерсайынқызы. Арнаға жазылуды ұмытпайық.